Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, өзімді таныстырып өтейін. Семей көлік колледжі арнайы пәндер оқытушысы Молдажан Талғат Кепбаевич. Бүгінгі мастер-класстың тақырыбы аспаптар панелінің электрондық жүйесін сканердің көмегімен тексеру болып табылады. Енді баршаңызға мәлім, қазіргі заманға сай көліктердің аспаптары, жүйелері электрониканың көмегімен басқарылады. Оларды тексеру үшін бүгін біз арнайы аспапты пайдаланамыз. Ол сканер, міне сканер қосылып тұр. Сканер Bluetooth арқылы кез келген Android'тың көмегімен жұмыс істейді. Мысалы, оқушыларға мына аспаптар панелінің жұмысын көрсетуге болады. Бұл аспаптар панелінде мысалы біз тахометр мен спидометрдің жұмысын тексере аламыз. Негізінде бұл аспаптарды басқаратын өзінің бір компьютер болады. Сол компьютерді негізі жұмыс еткізуге болады. Ол үшін жаңағы мен айтып өттім, арнайы сканермен сол сканерді басқару үшін планшетті пайдаланамыз. Ең бірінші көліктің моделін таңдап, міне осындай мәзір арқылы таңдаймыз. Міне жазылып тұр. Бізге керегі 17-шісі комбинация приборов, яғни сол аспаптар панель керек. Басамыз. Міне мұнда бізге керегі тестирование привода деген. Яғни осы арқылы біз қазір жұмыс істеткіземіз. Мысалы, бізге қазір тахометр керек. Тахометр. Қазір тахометрге көреміз, жұмысы бар ма, жоқ па дегендей. Міне көруге болады. Міне активациясы бар. Аспап жұмыс істеп тұр. Тағы, мысалы, енді бізге спидометр керек болса. Міне спидометрге басамыз. Міне спидометрдің жұмысын көруге болады. Міне осылай біз сканердің жұмысын көрсеттік, және де осы сканердің көмегімен аспаптар панелінің жұмысымен таныстық. Назарларыңызға рахмет.